2021 жыл Қазақстанда балалар мен жасөспірімдердің кітап оқуын қолдау жылы. Соған орай Томарлы ауылдық кітапханасы кітапханаға оқырмандарды кітап оқуға шақыра отырып, кішкентай оқырмандарға Қарлығаштың құйрығы неге айыр атты ертегісін оқып беремін. Күндердің бір күні жылан жер бетіндегі жанды мен жансыздарға арыз айтады. Мені Тәңірім сендердің бәріңнен кем қылып жаратты. Аяқ қолым жоқ, басымды көтере алмаймын, жер бауырлаймын. Сендердің бәрің бір бүтін тілдісіңдер, ал мен айыр тілдімін. Жанды мен жансыздардың ішіндегі мен сорлымын. Маған ешқайсың жәрдем еткілерің келмейді. Сен қасіретті көп тарттың, ондайлар әділ келеді. Сен барлығымызға патша да бола аласың деп, сөзбен болса да жұбатпайсыңдар. Деп екі көзінен қанды жасын сорғалатып, ағыл-тегіл жылайды. Жанды жансыздардың барлығы жыланға аяныш білдіріп, өкпесін орынды көріп, ақ жүрек ақылшымыз болар десіп, өздеріне патша етіп сайлайды. Күндердің бір күнінде жылан: Күл әлемге патша болып, барлық билікті өз қолыма алсам, бұдан да жақсы тұрар едім. Көзіме көрінген тамақты жемей, дүниедегі жандылардың ең тәтті қандысын жер едім. Деп қиялдайды. Патша қан дәмін айырылатындардың бәрін шақыртады. Соның ішінде Шіркей мен Маса да келеді. Патша Шіркей мен Масаға: Жер жүзін аралап, жанды жансыздардың қанын сорып қайтыңдар. Тек бұлар ғана емес, қаттыдан тастың, жұмсақтан топырақтың да дәмін алыңдар. Дүниедегі ең тәтті зат бұдан бұлай менің тамағым болсын. Деп уақыт кесіп, екеуін бүкіл әлемді шарлатып жібереді. Күндер өтеді. Патшаның кесіп берген мезгілі де жетеді. Шіркей әлсіздігінен кешігіп қалады. Ал Маса өсімдік пен жандылардың ең тәттісін біліп, патшаға қарай әндетіп ұшып келе жатқанда Қарлығаш кездесіп қалады. Иә, Маса досым, патшамызға ең тәтті тамақ іздеп кетті деп естіп едік. Таптың ба? Маса Қарлығашты менсінбей, сұрағына жауап бермей зулай жөнеледі. Түсіндім. Жолың болып іздегенің тапқан екенсің достым. Сенің ептілігіңді, еш нәрседен тайынбайтындығыңды, бір беттілігіңді білемін. Осы қасиетіңді енді барлық қанаттыларға айтып жүретін боламын деп Қарлығаш Масаны мақтады. Бұл мақтауға Маса мастанып, патшамыздың тамағына кімді тапқанымды білесің бе деді. Маса досым, мен не білуші едім? Сізден денемнің үлкендігі болмаса, ақылым аз емес пе? Сіз патшаның ақылшысысыз. Кәне айтшы, ардақты патшамызға кімді таптыңыз деді. Маса еліріп, дүниедегі патшамызға лайықты ең тәтті тамақ ол адам қаны деген екен. Ақылды адамның қаны домаланған сілімтік жарымжанға жем болама деп Қарлығаш адам қанын жыланға жеткізбеуге бір амал ойлайды. Менің ақылымның қысқалығы осы емес пе? Адамның қаны тәтті дегенге сенерімді сенбесімді білмей келемін. Дүниедегі тәтті қанды тауып, дәмін татқанның тіліне алтын мөр түсіп қалады деп шешем көп айтатын еді. Кәне, тіліңізді шығарып, мөріңізді көрсетіңізші. Бұл мадақтауға келерген ессіз Маса, көрсең көре ғой байғұс деп тілін көрсетеді. Қарлығаш сол мезетте шап беріп, Масаның тілін жұлып алғанда, ол сөйлей алмай, ыз-ыз етіп, жыланға қарай ұша жөнеледі. Тілің жұлынды, аузыңа құм құйылды. Адамның қанының тәттілігін енді қалай түсіндірер екенсің деп Қарлығаш Масаның артынан ұшады. Жыланға Маса бірдеңелерді айтқысы келіп, ыз-ыз етіп түсіндіре алмайды. Жылан айналасындағыларға: Мынаның тілі аузынан түсіп қалған ба? Не деп тұрған, түсінгендерің бар ма? Деп жанындағыларға қарайды. Өте түсінікті патшам. Ызыңдап ұшып жүріп, бүкіл әлемді аралаған, бірақ неше түрлі өсімдікті өзі өсіріп шығарған топырақтан басқа еш нәрсені таппағанын айтып тұр деді Қарлығаш. Тілі сөйлеуге келмесе де, құлағы салмаса, мына сөзді естіп жаны шығып, патшаның алдына барып жылайды. Мұның тіліне бір бәле қылған сен екенсің ғой. Деп Қарлығашқа жылан шап береді. Қарлығаш ұша жөнеледі, бірақ жылан Қарлығаштың құйрығын тістеп алады. Жылан содан бері топырақ жалап, алмаса зылдап қалады. Адам жыланды көрсе өлтіретін болған. Қарлығаш жыланнан қорқып, үйдің төбесіне ұя салатын болды. Бірақ оның құйрығы кем 2 айлық болып қалды.